Тізе ауруы жаста да егделерде кездеседі. Тіпті балабақша жасындағы балақайлардың өзі тізесінің ауыратынын айтып шағымданады. Ал үлкен әже апаларымыз тіземнің көзі ауырады деп қолын тізесінен алмай уқалап отыратынын байқаймыз. Жалпы тізе неге ауырады? Тізе бір ғана себеппен ауырмайды. Оның қақсап ауруына бірнеше жағдайлар себеп болуы мүмкін. Атап айтқанда, жарақат алғанда, тізе шығып кеткенде, жартылай тайғанда, аяқ сынғанда және бұлшығы созылғанда тізе ауырады. Ауруы ұзаққа созылып, тіпті уақытылы емдетпесе, созылмалы ауруға ұласуы ықтимал. Тізенің буыны шығып кеткенде ауырады. Егер тізеңіздің ісінгенін байқасаңыз, онда тізе шығып кеткен болуы мүмкін. Тізе буынындағы ішкі және сыртқы шеміршек ажырағанда. Мұндай диагноз негізінен спортпен айналысқандарда жиі кездеседі. Ал егер тізені бүккен уақытта сырқырап ауыратын болса, онда сізге минералды заттар жетіспейді. Сіңір зақымдалғанда қатты тұрып алсаңыз, немесе құлап қалсаңыз, тізенің арты мен айналасы ауырады. Бұл сіңірдің зақымдалғанын белгі береді. Артроз бен артрит кезінде 50 жастан асқандарда осы ауруы белең алады. Бұл алдымен тізенің жұмысын тежейді, аяқтың, буынның қақсап сырқырап ауруына әкеледі. Салдарынан жүріп тұру қиынға соғады. Тұз байлану. Егер аяғыңыздың тізеден төмен тұсы ауыратын болса, онда ағзада несеп қышқылының көбейгендігін айқындайды. Дереу тексеруден өтіп, арнайы ем-домын жасағаныңыз дұрыс болады. Тізен ауырған емдеу. Жаныңызға батып, мазаңызды алып жүрген бұл дерттен құтылу үшін мына 3 кеңеске назар аударыңыз. Бірінші кеңес, әрине тізенің ауырғанына халықтық жолмен шипа табуға болады. Ол үшін 3 ас қасық мейіз, 4 ас қасық желатин, 2 ас қасық асқабақ дәні, 200 мл бал, 4 ас қасық күнжіт, 8 ас қасық зығыр дәні қажет болады. Дайындалу тәсілі. Алдымен дәндерді бір ыдысқа саламыз. Оны блендердің көмегімен жақсылап ұнтақтайсыз. Оған мейіз, желатин, күнжіт және бал қосып, тағы да блендермен араластырыңыз. Бір келкі қоймалжың болған кезде шыны ыдысқа салып, қақпағын мықтап жабасыз. Бұл ыдысты тоңазытқышта сақтау керек. Дайын болған емді қоспаны күніне 2 рет таңертең аш қарынға және түскі тамақтан алдын 1 ас қасықтан қабылдайсыз. 1 аптадан соң-ақ нәтижесін байқайсыз. Бұл қоспа тізенің қақсағанын басады, сіңірдің ауырғаны жазылып қуаттанады, буынның жұмысы жақсарады, зат алмасуы реттеледі. Екінші кеңес. Фольга да өз кезегінде тізенің ауруына ем болатын қасиетке ие. Ол үшін түнде ұйқыға жатардан алдын тізеңізді фольгамен ораңыз. Сыртынан жылы орап, таңға дейін жатасыз. Осы әдісті ерінбей 3-4 күн жасасаңыз, тізенің ауырғаны басылады. Үшінші кеңес. Егер тізеңіздің айналасы сіңіп, ауыра бастаса, сарымсақ майын көмегіне жүгініңіз. Ол үшін 300-400 грамм сарымсақты қабығынан тазартып, блендерінен ұнтақтаңыз. Үгіндіні 1 литрлік шыны банкіге салып, үстіне өсімдік майын құясыз. Ыдысты күн тимейтін жерге қойып, күнде 1-2 рет қозғап қойыңыз. Шамамен 2 аптадан соң езбені 4 қабатталған дәкемен сүзіп аласыз. Дайын болған сарымсақ майын тізеңіздің айналасына сіңдіріп жағасыз. Тіпті аяғыңыздың ауыратын тұстарына жағуға да болады. 1 келкі етіп жағып болған соң, сыртын пленкамен орайсыз. Оның сыртына жылы орамал байлау керек. Емді түнде жатар уақытта жүргізесіз. Осылайша таңға дейін жату керек. Бұл емді 1 рет жасаған соң-ақ оң нәтиже байқайсыз. Егер де сізге ақпарат пайдалы болса, лайк басып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар.